Инин Құлжа қаласына қош келдік. Тиімді ма? Тиімді. Я? Казахстан! Қайырлы таң достар. Қазір сағат таңғы 4:30. Бізді бүгін ерекше саяхат күтіп тұр. Бүгін біз өте ұзақ жол жүретін боламыз. Қай ел, қай қала екенін кішкене білетін боласыздар. Дайын болсаңыздар біз кеттік. Біздің бірінші локация автовокзал Жаркент автобекет. Ал біздің бірінші локациямыз Харгос қаласы. Бірақ бұл қала соңғы аялдамамыз емес. Бір елден екінші елге өтетін кезде біз міндетті түрде екі кедендік бақылауынан өттік. Сөздің шыны керек, дәл осы тексеріс аймақтарында көп уақыт жоғалтып та алдық. Оған қоса, 2 рет автобустан заттармен, шабадандармен түсіп, қайта кіріп, шаршап та қалдық. Қазақстан шекарасынан Харгошаға өткен бетте, ұялы телефоныңызда сағат 1-ден 3 сағат алға жылжиды. Ал біз таможня контролден өттік Харгостың. Енді қазір Харгостың өзіне барамыз. Сосын тамақ ішіп аламыз да 120 км Инин Құлжа қаласына жол жүретін боламыз. Ал достар, сағат 15:33. Біз Алматыдан таңғы 4:30-да шығып едік. 11 сағат өте келе біз Инин, яғни Құлжа қаласына жеттік. Мен сияқты 11 сағатты жолға жұмсамай, 45 минутта Флайерстаннан Алматыдан Құлжа қаласына тікелей рейстерінде лезде жетіп алыңыз. Бұл қолжетімді хостелде көріп тұрғандарыңыздай қажеттінің бәрі бар. Ас бөлмесі, демалыс зонасы, душ бөлмесі және жұмыс істеуге арналған зона. Оған қоса, сыртқа шықпай-ақ қолжетімді бағада дәмденіп алуға да болады. Мини-бар да қолжетімді. Және маған бір ұнағаны, өзінің кішігірім кітапханасы, достармен бірге компьютер және PlayStation ойнауға арналған аймақтары да бар. Ал достар, қош келдіңіздер. Бұл хостелдегі менің номерім. Бұл хостел, байқасаңыздар, 6 адамдық орын. Осылай бір төсек орын береді. Өзінің мынандай көрпе төсегі бар. Шторыңызды жауып ұйықтай аласыздар. Бұл жерде әр адамға арналған, мына жақта көрсетсеңіз, мына жақта светі бар, сосын зарядка қоюға болады. Wi-Fi бар. Және де әр адамға, мысалы, мен егер қалаға шығатын болсам, осындай арнайы шкафчиктер беріледі. Мен чемоданды, артық заттарымды тастап, қойып, қалаға барып өз жұмыстарын бітіріп, сосын қайтып келіп, осы жақта жатсам болады. Осы коридор, бір бөлме, 2 бөлме, мына жақта тағы бір бөлме бар, 3-ші бөлме, тағы да 2-ші қабаты бар. Кез келген саяхатта, тіпті саяхатқа шықпай тұрып, жолаушының, яғни саяхатшының ең бірінші қоятын сұрағы, мен қайда тұрамын, яғни қайда орналасамын. Дәл осы хостелді өз басым booking.com сайтынан тапқан болатынмын. Booking-тан бөлек Agoda қосымшасы да бар. Бастысы, іздеу парағына Инин деп қала атауын жазсаңыздар, фотосы мен бағасы және саяхатшылардың пікірлері де болады. Екі қосымша да қолдануға өте ыңғайлы. Керек нәрсенің бәрі бар. Тыныштық бөлмесі жылы, таза, қаланың ортасында менің кеңес беретін орным. Ал достар, біз Или Global Harbor атты ойын сауықтыру кешеніне келдік. Бұл үлкен ойын сауықтыру кешені білдей 8 қабаттан тұрады екен. Сондықтан да қазір әр қабатына видео обзор жасайтын боламыз. Қазір біз бірінші қабатындамыз. Бұл жерде алтын, күміс, ұялы телефондар, техника сатады екен. Біздің сүйікті рубрикамыз бағаларды салыстыру. Мысалы, бізде Қазақстанда
iPhone 16 Pro Max 512 гигабайт тұрады 1.029.990 теңге. Бұл жерде 512 гигабайт 1199 юань. Бұл дегеніміз 841.609 теңге. Тиімді ма? Тиімді. VPN қосымшасын телефоныңызға алдын ала жүктеп алуды ұсынамын. Өйткені VPN-сіз WhatsApp, TikTok, Instagram сияқты әлеуметтік желілер Қытайда қолжетімсіз. Бірден айтайын, бұл жақ аутлет емес, Енинда аутлет жоқ екен. Бірақ та осындай ойын сауықтыру кешеніне былай қарағанда бағасы өте орынды. Яғни кезінде қымбат болған заттар қазір арзанға сатылып жатыр. Бұл яғни оптовиктер үшін емес, бұл жер тек өзіңізге. Егер деп біреуге сыйлыққа өзіңізге алатын болсаңыздар, керемет таптырмас орын. Келесі бренд X-Kids, Қытай бренді, балалар аяқ киімі, балалардың киім кешегі, мысал ретінде кроссовки. Бағасы 239 юань, біздің теңгемен салыстырғанда 15.000-16 мың теңге. Бізде түсіруге болмайды деп жатыр. Ал достар, біздің келесі локациямыз нағыз шопинг өзінің, былай айтқанда саудамен айналысатын біздің көрермендеріміз үшін. Кульжа шопинг центрға келдік. Бұл жерде барлығы оптом, яғни көтерме бағамен. Егер сіздер товар сатып айналысатын болсаңыздар, дәл осы жерге келіп, бағаларын салыстырып, көріп, не бар екенін білсеңіздер болады. Оптом алсам ба? Қазір осылай бір штук алсам ба? Бұлар оптом бағасынша нақ келмесе айтпайды. Естідіңіздер ғой. Алмайтын болсаңыздар бағасын айтпайды. Бұл жаққа енді сөздің шыны керек, арнайы топ болып, яғни группа болып, немесе осы жақта сізде күтіп алатын адамдармен келсеңіз, әлде қайда тиімдірек. 99 юань, 6,5-7 мың теңгелік көріпкешілер. Түсірген бағасы, скидка болып жатыр. Бұл көтерме сауда орталығында қалаған және қажетті киім түрінің бәрі бар. Бастысы нақты бір мақсатпен және қажетті сомаңызбен келу екен. Осы жерден сауда жасайтын болсаңыздар, жол жүк алдын ала алуларыңызды сұраймын. Ол себебі біріншіден тиімді, екіншіден арзан бағасы бойынша. Өйткені білесіздер, әуежайда 2 есе, 3 есе тарифпен 1 килограммға бола есептеледі. Жол жүкті Flyerstан қосымшасынан немесе flyerstan.com сайтынан басты бетінде сатып алсаңыз болады. Бұл жақтан бір 20 килограммда аз болады ау, менің ойымша. Осындай көтерме сауда, яғни оптом сатып алатын дүкендер, центрлар өте көп. Біз сізде қазір 30-дың бірін ғана көрсеткен шығармыз. Өкінішке орай уақыт тығыз. Бұл енді айтады шағын сауда үйі деп. Бұдан да үлкендері бар, бұдан да арзандары бар. Осы Құлжа қаласындағы Люксин көшесі өте ерекше бір орын, себебі өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай түрлі түсті бояулар, үйлер, мейрамханалар, кафелер бір ерекше вайб сыйлайды. Бұл жерде осы әдеміліктен бөлек, бұл жерде кішігірім этно өкілдері тұрады. Мысалы, қазақтар, ұйғырлар, ханьдар, қытайлар осы жерде үйлері бар. Құлжа қаласындағы Люксин көшесі өзінің 6 бұрышты пішінімен ерекшеленеді. Бұл көшеде қалаған ұлттың тағамын дәмін татып көре аласыз. Себебі онда әдемі ресторандар мен кафелер өте көп. Және бір-біріне ұқсамайтын өз стилінде қалыптасқан. Попкорн. Попкорн. Попкорн? Қазақша білесіз ба? Бұл не ол? Ыстық. Yeah? No? Жоқ. No, жоқ. No. Yeah, no. Yeah. Осыған дейін айтқанымдай, бұл жақта Қытайда Alipay арқылы төлеуге болады. Alipay және де WeChat арқылы. WeChatқа тіркелу үшін Қытай картасы керек, ал Alipay бізде өзіміздің отандық Каспий KZ қосымшасында қолжетімді. Төлеу үшін ондай QR-ды аламыз. Міне, Alipay деп жазылып тұрған жерде. Бұлай кез келген супермаркетта, кез келген жерде төлей аламыз.
Былай сканерлейміз. 25. Өстіп аласыздар да. 1767 теңге. 800 миллилитр анар шырыны. Міне. Сай төлейсіздер. Бір табақ попкорн алғансыз ба? 700 теңгеге бір табақ попкорн. Кім беріпті? Қай кинотеатр беріпті сіздерге? Шеше, пока. Ойласам мындай бір кішкентай пакетке салып береді. Болды, 3 күн жейміз енді. Шеше. Және бір байқағанымыз, бұл қалада тіл жағынан кішкене қиындау. Мысалы, біздің тәжірибемізде адамдар тек қытайша және кейбір адамдар ұйғырша не қазақша түсінді. Тұрғындар ағылшынша және орыс тілдерінде сөйлемейді. Сондықтан менің бір кеңесім, алдын ала ұялы телефоныңызға аудармашы, яғни переводчик жүктеп алып, қытай тілін сақтап алыңыздар. Түскі асқа бізде самса, ыстық самса. 2 самса етпен, е? Қанша тұрады? 5 сом. 5 сом. 2 самса 5 юань. Бұл дегеніміз 350 теңге ма? 400 теңге дейді. Кәдімгі самса. Осылайынан Люксин көшесінде кетіп баратсаңыздар, Қайрат Нұртастың өлеңі ғой. Тастадым, мен сені күттім, ай. Ал біздің келесі локациямыз Ихэ Шонжун, Іле Дария су қалашығы деп аталады. Артта көріп тұрғандарыңыздай үлкен, судың бойындағы үлкен комплекс деп айтсақ болады. Қазір менің қасымда Уан Шау. Бұл осы комплекстің сату бөлімінің директоры болып табылады. Қазір сіздерге қысқаша осы комплекс туралы айтып өтеді. Іле Дарияда орналасқан бұл қалашық қазіргі уақытта салыну үстінде. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жобада тұрғын үйлер және оларға жетуге арналған қайықтар, аутлет және медицина орталықтары, балаларға арналған үлкен алаң, 22 қабатты қонақ үй және спорт кешендері салынуда. Бұл Инин қаласындағы алғашқы және өте үлкен ауқымды жоба. Қалашықта жеке ипподромда аттар бапталатын болады және осы проекттің басты фрагменті десемде болады. Киіз үй тәріздес мекемеде ұлттық мәдениет орталығы болады. Сол үшін де киіз пішінді танаған болатынбыз. Ал түскі ас уақытысында осындай Тумарс асханасына келіп дәмденсеңіздер болады. Ұйғыр Дуңған асханасы 80-нен астам тамақ шығады екен. Бір уақытта кіре берістеріне 88 юан төлейсіздер. Кез келген тамақ түрін дәм татуға болады. Чымажан. Қазір хогоға соус жасайтын боламыз. Соусымыз бар. Қазір хогын пісіргеннен кейін осыған бүйтіп матырып жейтін боламыз. Хогода жаңағы басаспаз айтып өткендей, өзіне тек керектілерді салып аласың, соларды пісіресің. Осылай сиыр етін аламыз. Бұл енді лапша шығар енді. Қалай ойлайсың, лапша ма? Непонятно. Ал дайын болсаңыздар, ендеше дәмін татып көрейік. Хогоны. Қазанымыз қайнап жатыр. Так, сиыр етін саламыз. Бағана дайындаған біздің соусымыз. Осылай матырамыз. Араластырамыз. Ал ас болсын. Күшті дәмі. Маған ұнады. Шынымен де ұнады. Орысша айтқанда кисло-сладкий соус болып тұр. Қатты ашты емес. Барлығын сала берейік. Өзі қызық сорпа болайын деп тұр. Мен сияқты ешкім дайындамайды жүр бұл жерде. Қазір мен сорпам қайнағанша жаңағы фуршеттен алған тағамды көрсетейін. Цомян, краппа, аяқтары. Бұлай кішкене дәмі креветкеға келеді, бірақ өте ашты.
Ал біздің келесі локациямыз Қазаншы турист орталығы, яғни былай айтқанда біздің жергілікті Арбат десе де болады. Осылай ұзын көшеде тез тамақтанатын орындар. Қоймайжан, бұл айландыру мәселені. Мен кішкене түсініп отқан жоқпын да, сіз ше? 就是我意思，就是再过去你们拍完都要看一下大碗卡院，等一下把你送过来。 Қазаншы туристік орталығы бұл қаладағы ең көрнекті және тартымды орындарының бірі. Көше өзінің бірегей сәулетімен, мәдениетімен және тарихи маңызымен ерекшеленеді. Қазаншы көшесінде түрлі мәдени іс-шаралар, көрмелер мен фестивальдер өткізіледі. Жаз айында барлығы осында серуендеуге келгені сонша, иығымыз тіресіп қалатындай кептеліс туады деседі қала тұрғындары. Қытайға осымен мен екінші саяхатым, сондағы бар тегенім нихао ол сәлем және ше ол рахмет. Казахстан! Ал достар, біз Іле орталық музейіне келдік. Бұл жерде кіруге билет алмайсыздар, тегін кіру. Қазір ішіне кіріп толықтай көрсететін боламыз. Іле қазақ автономиялық музейі Қытайдың Шыңжаң аймағында қазақ халқының тарихы, мәдениеті және этнографиясын зерттеуге арналған маңызды мәдени мекеме. Одан бөлек, Құлжа қаласының тарихтан келе жатқан ақпараттары, бұрынғы және қазіргі кездегі маңызды оқиғалары, табиғаты мен мекен ететін жануарлар туралы ақпарат толы. Көшеде келе жатып, алыстан Тударай деген қазақ мейрамханасына көзіміз бірден түсті. Ішіне кіріп көруді жөн көрдік, және ол бекер емес екен. Қазақтар өте көп. Мұнда туыстармен жиналып, соғым басын беріп жатыр екен. Қазақстанда бәрі тамақтың бәрі бар. Жерде алаңдамай келіп ішсеңіздер болады. Мына жақта беш бармақ бәрі бар. Мына жақта міне колонка өзіңіз ән айтып, билеп өш жерде жақсылап отырып кетуіңізге болады. Қазақ әндер бар. Бұл жерде бірнеше караоке кабинкалары қазақша стилде, қазақша өлеңдермен және әр бөлме атауы мемлекет астаналарымен аталған екен. Бұдан бөлек тағы 300 адамға арналған той жасауға мейрамханасы да бар екен. Әйгілі TikTok-тағы бренд Snacks супермаркетіне бізде келіп көріп, азын-аулақ тіске басарлар мен тәттілер алдық. Мұнда бәрі бар екен. Салқын сусындар, қытырлақ чипстер, кептірілген жеміс-жидек, шай түрлері, әртүрлі лапшалар, ащы тамақтар және түрлі шоколад пен тәттілер. Бұл Іле өзені Қытайдың Шыңжаң өлкесінен бастауын алып, Қазақстан арқылы Балқаш көліне алкеп құйып, және оның су деңгейін реттеуге маңызды рөл атқарып отқаны сөзсіз. Бұл Іле өзенінің ұзындығы шамамен 1439 км, ал су алабы 93 мың шаршы километр көлемінде. Мынау Іле өзенінде Іле өзенінде тура жолында бетінде атқа мінуге болады екен. Қай YouTube айдарымызда атқа мініппіз. Тасып жатыр бойда батыр, шөгер толы жүрек. Дәл осы Іле өзенінің жағалауында үлкен аттракцион паркі бар екен. Күн жылығанда балалармен келіп, отбасымен керемет уақыт өткізуге болатын таптырмас орын. Сәлем достар, біздің Инингтегі Құлжадағы екінші күніміз Ининг әуежайынан бастауын алды. Қазір біз ішкі рейстердің ұшып кету залындамыз. Инин әуежайынан әзірге тек ішкі рейстер орындалады екен. Және байқағанымыз бойынша Тачен, Ченду, Қарамай, Чонжоу, Сиянь және Ақсу қалаларына жергілікті әуе компанияларымен лезде жетіп алуға болады. Ал біз қазір халықаралық ұшып кету әуежайындамыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай адам жоқ, өйткені осы Ининг Құлжа қаласынан халықаралық рейстер орындалмайды. Ертең бұйырса ең алғашқы болып осы Ининг қаласына халықаралық рейсті осы Flyersan әуе компаниясы, яғни біз Алматыдан орындайтын боламыз. Әзірге әуежай бос, бірақ та ерте біз келетін уақытта
толы болатынына сенімдіміз. Және де бізге көп қойылатын сұрақ, Қытайға виза қажет па? Қытайға виза қажет емес. Максималды 1 айдың көлемінде сіздер визасыз Қытай Халық Республикасында емін-еркін жүріп тұра аласыздар. Және де менен тағы да бір кеңес, кез келген жаққа шығатын кезде, яғни қонақ үйден шығатын кезде, міндетті түрде сөмкелеріңізде өзіңіздің төлқұжатыңызды алып жүріңіздер. Қалдырмаңыздар, еш жерде тастамаңыздар. Міне осылайша бір жай 10 секундтық видео түсіру үшін қаншама адамнан рұқсат сұрадық. Ал ендеше осылай ертең рейс ашылған уақытта ұшып келу залы осылай. Осы жақтан шығасыздар, паспорт контроль. Содан кейін осы жерден өздеріңіздің жол жүктеріңізді алып, былай төтелеп шығып кетесіздер. Алғашқы рейс орындалу сәтіне осы жерден біріншіден ақша айырбастау пункті, яғни терминал қоямыз деді. Екіншіден киоск, яғни сим-карта сатып алатын киоск қоямыз деді. Саяхатыңыз жайлы болу үшін барлығын жасап жатырмыз. Біздің саяхатымыз әрдайым Airalo қосымшасы арқылы ыңғайлы өтеді. Бұл eSIM қызметін ұсынатын мобильді қосымша. Ол арқылы әлемнің әртүрлі елдерінде сим-карта сатып алмай-ақ, интернетке қосылу мүмкіндігін ала аласыз. Бұл қосымшаны үйден жүктеп алып, қажетті тариф түрін таңдап қосылуға болады. Ең жақсысы, жаңа елге келген бетте бірден байланыста бола аласыз. Әуежайдан қалаға қалай жетіп алам деген сұраққа, міне әуежай мен алдында тұрған осы жерде автобус аялдамасы, 19-шы автобус дәл қалаға барады екен. Жол ақысы 1 юань, ал егер таксимен жетіп алам десеңіздер, осы Құлжа, яғни Ининг әуежайы қалаға ең жақын әуежай Қытай бойынша. Сондықтан да такси өте арзан, жуықтап алғанда 15-20 юань. Әуежайдан қалаға автобуспен 20 минутта, таксимен 10 минутта жетіп алуға болады. Осындай қоғамдық көлікпен қаланың ортасына 1 юаньға 70 теңгеге жетіп алуға болады. Автобуспен бұл қалада қиындық туындамайтыны сөзсіз. 1 юань төлеп, қаланың бір нүктесінен екінші нүктесіне жылдам жетіп алуға болады. Тіпті аялдамада да ұзақ күтпейтіндігі қуантады. Ал таксиге келетін болсақ, үйреншікті қимыл, ол қол бұлғау арқылы көлік тоқтатуға болады. Бағасы да қолжетімді. Орта есеппен 600-800 теңге шамасында. Қайырлы таң достар, сағат таңғы 8, біз әдеттегідей қайта жолға шықтық. Бүгін біздің саяхатымыз ерекше, себебі пойызға отырып, Құлжадан Үрімшіге жол жүретін боламыз. Қазір барлығын көрсетіп, бөлісетін боламын. Сәлем достар, біз пойызға кірдік. Осындай, бұл былай қарағанда эконом класс, былай қаратай 3 қатар, былай қаратай 2 қатар. Мына жақта чемодан қоятын жерлер, үлкен чемодандар үшін, кішкентайлар үшін үстіне қоюға болады. Дәл ұшақтағыдай. Вокзалға міндетті түрде 1-1,5 сағат бұрын келу керек, өйткені осыған дейін көрсеткеніндей ұзын сонар кезек, жүретін өтетін жолдар өте көп. Сондықтан да сіздерге ақпарат болсын деп, Үрімшіге Құлжадан 5 сағат жүреміз. Ол деген скоростной жедел пойыз. Осылайынан кезек жетіп алуға болады. Осы дәл осы пойызда вагондар бөлінеді. 2-ші класс, 1-ші класс және де бизнес. Сонымен қатар тұрып тұратын орындар бар. Тұрып тұратын орындар ең арзан, және де бизнес классы ең қымбат. Ал осымен 5 сағат дегенде біз Үрімші қаласына келіп жеттік. Пойыздары өте ыңғайлы, жағдай жасалған. Эконом класс деп айтпайсың, өйткені орындықтарды шалқаяды, аяқтың алдында да керемет орын, таза. Стюардтар ішінде жаңағы тамақтарын сатып жүр. Біз көбінде ұйықтап келдік. Осы айдарымыздан кейін міндетті түрде Үрімші қаласына түсірген лоукост тревел айдарымызды YouTube арнамыздан тамашалаңыз. Өйткені Үрімші ол өте үлкен бір шопинг центр, медицина орталығы. Бұл жерде өте қызықты уақыт өткізуге болады. Және де Құлжа қаласын тез бір күнде, 2 күнде көріп тастап, қызық емес деп айтсаңыздар, біз сияқты 5 сағатта Үрімшіге жетіп алып, саяхатыңызды осында жалғастырсаңыздар болады. Влогымызды қорытындылай келе,
Флайерстан әуе компаниясының атынан біздің сенімді серіктесіміз Элис турагенттігіне алғысымызды білдіреміз. Осыған дейін бізге Үрімшіні ерекше қырынан көрсетіп, уақыттарын бөлген серіктестеріміз қуана-қуана Құлжада да өз көмектерін тигізді. Құлжа және Үрімші қаласына авиасаяхат жоспарлайтын болсаңыздар, Элис турагенттігінің қызметтерін пайдалануға кеңес беремін. Ал құрметті көрермен, осымен біздің Инин Құлжа қаласындағы 2 күндік саяхатымыз өз мәресіне келіп жетті. Біздің берген кеңестеріміз бен лайфхактарымыз сіз үшін пайдалы болады деген үміттеміз. Міндетті түрде осы Құлжа қаласына саяхаттап келіп, өздеріңіз ерекше вайбты сезініңіздер. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Жалпы Құлжа қаласы басқа қалаға ұқсамайтын өзінің ерекше атмосферасы бар бір ерекше қала десем де болады. Өз басым кеңес беремін. Ал біздің әдеттегі дәстүрімізді бұзбай, қазір менің қолымдағы бір адамға 2 жақты кез келген бағыттағы әуе билет сертификатын жасыратын боламыз, және де бұл сертификат өз иесін күтетін болады. Дәл осы Люксин көшесінің орталығында әуе билет сертификатын тауып алуға тырысыңыздар. Ал қымбатты көрермен, біздің Құлжа қаласында жасырған саяхат сертификатымыз өз иесін күтуде. Дәлірек айтсақ, біздің қазынаны табу үшін Люксин көшесіне бет алыңыз. Көшенің дәл ортасында 2 қарт атаның күлімдеп отырған мүсіндері бар. Және дәл қасында ағаштар отырғызылған. Осы мүсіндердің сол жағында біздің қазына жасырынған.